сендерге қазір математика сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық, иә? Мына жерде столдың партаның үстінде міне түрлі түсті геометриялық фигуралар жатыр. Соны алу арқылы өздерің қай топқа барып отырғыларың келеді. Отырасыңдар, және ме? Кезекпен кезек келіп, мына жерден геометриялық фигураларды ала беріңдер. Кеңдер. Бірінші қатар. Екінші қатар келе береміз. Топқа бөлініп отырдық. Міне 3 топ, бірінші топ сандық логика деп аталады. Екінші топтың атауы геометриялық логика, үшінші топтың атауы сөздік логика деп аталады. Енді қазір сабағымызды бастамас бұрын бала, мен сендерге жақсы сөздер, жақсы сендердің қасиеттеріңді айтқым келіп тұр, иә? Егер сендерге менің айтқан сөздерім ұнап жатса, өздерің қимылмен білдіріп отырыңдар, иә? Оқып алыңдар, иә, балалар? Қайсар, ерімді, алғы, дарынды, білімді, бізден жақсы, иә, балалар бәрің осы қасиетке ие болып отырсыңдар, иә, соған лайықсыңдар. Жақсы, енді біз ары қарай балалар. Қазір енді балалар бүгін сабақта сендердің жұмыс істеулеріңе қарай, міне бүгін мен бәйге деген бағалау түрімен бағалаймын, иә? Яғни кім жауап береді сұрақтарға, кім тапсырмаларды орындайды, соларға мен міне былай ұпай қойып отырамын. Түсінікті ғой, иә? Сонда біз сабақтың соңына дейін 9, 10 деген ұпайлар алуымыз керек. Сондықтан барлығымыз белсенді қатысып, қолымызды көтеріп, жауап беріп отырайық. Жақсы ма, балалар? Ал балалар, үйге қандай тапсырма беріліп еді? Ясмин, айта қойшы. 7-8 беттегі номер 11 берілді. Жақсы, отыра қой. Ал 11-ші тапсырманы үйге берілген кім оқиды? Қане? Сұлтан оқи ғой. Қызыл саптайық сықша 4 тәрелке. Дұрыс, Сұлтан. Енді ары қарай екіншісін кім оқиды, балалар? Ал Саяжан оқи ғой. Көк саптайық 4 нұсқа. Өте жақсы, Саяжан. Енді келесісін кім оқиды, балалар? Жасыл саптайық 4 нұсқа. Өте жақсы. Келесісін кім оқиды, ал? Аяр оқи ғой. Сары саптайық 4 нұсқа. Ал балалар, міне барлығын дұрыс орындап келсіңдер, өте тамаша, өте жақсы. Енді біз ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Бері қарай тақтаға қараңдар, барлығын болуы мүмкін. А, 3, Б, 5 дейді. 3, 5, Қол көтеріп жауап берейік. 3, Димаш, 5 дейді. Қар көрейік. Дұрыс па? Тотықсыз екі-екіден таңдаудың. Қарасаңдаршы міне. Жасыл мен көк, жасыл мен қыз екі түрлі ғой. Сосын жасыл мен қызыл мен көк болады. Яғни мынау болады. Міне 3 нұсқасы бар екен, иә? Келесі 3 күшіктің тек 2-ін ғана апару керек дейді. 3 күшіктің тек 2-ін ғана апару. Неше нұсқасы бар? Кәні, жаңа кім жауап берді бізге? Димаш дұрыс айтпады, иә? Кәні, Санжар? 6 нұсқасы. 6 дейді. Дұрыс емес. 3 нұсқасы.
келесі қараңдар. Сандарының орнын ауыстырып, өзіңнен үлкен неше сан құрауға болады дейді. Мыналарды ауыстырып. Мысалы, үлкен сан құрау керек. Ама бұма, міне бұлай айтылады. 5328, 5387, 5238 дейді. Мынада 2378. Ама бұ бола ма, Аймира? Дұрыс. Келесі, 3 балықты таңдаудың неше нұсқасы бар? Ал, 3 балықты таңдаудың. Ислам? 6. Дұрыс. Ислам, молодец. Келесі, қараңдар. 3 саннан тұратын неше комбинация бар? 3 саннан тұратын. 3-тан қалсан ғой, 120, 132, 111, 222. Қай жауап болады, Ағырке? Жауап. Енді келесі. 300-ден артық болатын жұп сан. Қайсы қол көтеріп қана айтамыз? Мына 2 санның қайсы 300-ден артық болатын жұп сан? Қарақат. Жұп сан. Арман. Б болады. Жұп деген 2-ге 6-ға аяқталу керек қой балалар, иә? Келесі. Мына жерде қараңдар. Мынау сұрақтың орнында 170 тұра ма, 160 тұра ма дейді. Бірде 3 санды қосу керек. 3 шығу үшін. 100 болады. Біріншідегі дұрыс айтасыздар. Бірде 3, жоқ. 100-ге неше 2 сан қосқанда яғни бұл мынау. 50. Дұрыс айтасыздар. Мынау 100, мынау 50 болды. Мына жерде мынау 20 қой. 20. Дұрыс айтады. Енді қарайық. Мынау неше болып еді? 100. Мынау 50. Неше тұрады? 170. Дұрыс па? Шешу әдістерін үйренуге көмектеседі. Яғни, логикалық тапсырмалардың 2 түрі болады екен балалар. Біріншісі геометриялық мазмұндағы және кеңістік ұғымын дамытуға арналған тапсырмалар. Екіншісі таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторлық есептер. Біз шығарып үйрендік, иә балалар? Өткен сабақтарда үйрендік. Енді бүгінгі сабақта соны қорытындылау мақсатында бірнеше тапсырмалар орындаймыз. Қазір оқулықтарының ашыңдарда, оқулықтарының 78-ші бетіндегі бірінші тапсырманы оқиықшы, бірінші есеп. Қараңдар. Арман 4 ерекше өсімдік туралы ақпарат тапты. Бірақ сабаққа тек 2 өсімдік туралы ақпарат апаруы тиіс. 2 өсімдікті таңдаудың неше нұсқасы бар? Өсімдік атауының бірінші әріптерімен белгілеп барлық нұсқаларды жаз. Балалар, ал енді осы өсімдіктер неге ерекше деп аталады? Ойланып айтыңдаршы, неге ерекше деп аталады екен? Аружан. Өйткені олар сирек кездесіп жүреді. Және олар басқа ағаштарға ұқсап. Дұрыс айтады, иә балалар? Сирек кездесетін. Сыртқы бейнесін қараңдаршы міне. Баобаб, өсімдік ағашы қандай, иә? Айдаһар ағашы деген міне ерекше біздің жақтағы ағаштар сияқты емес, иә? Міне қазір былай істейсіңдер. Бұл тапсырма, мына сөздің бәрін жазып отырмаңдар. Бірінші әріптерін ғана қолданып, осындай неше нұсқа, осы ағаштардан өсімдіктерден неше нұсқа болады екен, неше нұсқа қарастыруға болады, дәптерлеріне жаза қойыңдар. Болдым. Балалар, болдыңдар ғой, иә? Кәні кім оқиын дейді? Бізге кәні неше нұсқасы бар екен, Аймира? 6 нұсқасы бар. Дұрыс айтады, оқи ғой. Ары қарай жігер. Ары, сосын соңғысы? Қандай болады қарақат? Дұрыс айтады, иә? Кірі. Яғни не сендерге балалар айтты ғой жаңа, бірінші әріптермен ғана, сондықтан түсініп отырмыз ғой, сонда бәрінде 6 нұсқа болды ма? Иә. Тамаша, жақсы, өте жақсы.
Ал балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір топтық жұмыстар болады. Топпен жұмыс істейміз, иә? Мына бері қарай тақтаға қараңдар. Бірінші сандық логика тобына міне бірінші мынадай тапсырма беріледі. Түсініп алыңдар. Міне 4 сан беріліп тұр, көрдіңдер ме? Сол осы сандардан 2 таңбалы сан құрастырып жазасыңдар. Оны қазір таратып беремін. Қайталана берсін, иә? 2 таңбалы сан құрастырасыңдар. Келесі, екінші геометриялық логика тобы қараңдар. Міне сендерге де сондай бірнеше нұсқа құрайтындай, міне терезе алдында сары, қызыл, көк түсті 3 ыдыста гүл өсіп тұр. Айна Арманға бір ыдыстағы гүлді, ал Әлияға басқа ыдыстағы гүлді апарып беру керек. Айна мұны неше тәсілмен орындай алады дейді. Яғни Арман деген бала, Айна Арманға бір гүлді, Әлияға бір гүлді апару керек. Сонда бір апарғанда екеуін апарады ғой, түсініп тұрсыңдар ма? Сонда неше тәсілмен орындай алады дейді, екінші топ, иә? Үшінші топтың тапсырмасы, міне, мынадай кесте берем қазір сендерге. Үшінші топқа 0, 1, 2, 3 цифрларын пайдаланып, барынша көбірек 2 таңбалы сан жазу керек. Цифрлар қайталануы мүмкін дейді. Яғни мына тор көздерге сендер міне ондықтарды, бірліктерді пайдаланып 2 таңбалы сандар жазып шығасыңдар. Мына жерге жазуларына болады. 4-тен басталатын, 4 ондықтан басталатын ана цифрларды пайдаланып сендер міне бері қарай жылжып нетілеріне болады. Міне осыны оқығандар да өздерің дәптерлеріңе жазуларыңа болады. Сендер міне мынаған сандарды жазыңдар. Дастан бері қарай жақындауыңа болады. Тамаша, екінші топ геометриялық логика тобынан келе қойыңдар. Кәні кім шығады? Келе қойайық. Қалған топтар тыңдайық, иә? Жігер, кішкене тыңдап, мына жігер. Орда балаларға қарап, мен мына жағынан жазайық келе қойайық. Бұл жерде, бұл тапсырмадан бізде 6 нұсқа бар. Ол көк сары, көк қызыл, сары көк, және сары қызыл, қызыл көк, қызыл сары. Дұрыс па балалар? Енді қай топ дайын балалар келесі? Ал келе қойыңдар сөздік логика тобынан Дастан келем дейді. Ал Дастан. Қатты айта қой. Мынандай сандар құрастырды. 10, 20, 30, 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33 сандар құрады. Сонда неше сан құрадыңдар? 12 сан қойдың өзіңнің жазғандарыңды қоссаңда 12 сан құрады. Дұрыс па балалар? Тамаша, отыра ғой, өте жақсы. Енді бірінші топ дайынбыз ба? Сандық логика тобынан ал, Арман келе ғой. Бәріміз қарап отырамыз балалар. Ал айта ғой Арман. Міне, біз осындай сандар жаздық. 47, 44, 49, 41, 74, 77, 79, 71, 94, 97, 99, 91, 11, 14, 19, 17. Дұрыс па балалар? Өте жақсы. Сонда, міне 4 саннан, 4 цифрдан 16 сан құрастырыпты. Өте жақсы, отыра ғой Арман. Ал балалар, бәріміз бері қарайық.
Енді келесі қазір біз математикалық футбол деген ойын ойнаймыз, иә? Мына жерге қараңдар. Яғни, мына жерде өрнек берілген, соның мәнін тауып, дұрыс тапқан бала допты қақпаға соғады. Ал балалар, тақтаға кім келеді? Ал Айдай келе ғой. Дұрыс, иә? Неше деген сан шықты сонда? 12.365. Жақсы. Ал енді бізде екінші доп қалып қойды. Ол қате жауап кәні. Баса қойш, неше деген сан? 10.75. Жоқ болды, яғни ол қате деген сөз, иә? Тамаша, отыра ғой, өте жақсы. Ал келесі кім келем дейді? Келе ғой. Ал Мәди келе ғой. Санның үстінен етесі, иә? Тамаша, өте жақсы, отыра ғой. Келесі ал. Ислам келе ғой. Өте жақсы, тамаша, отыра ғой. Ары қарай келесі кім келеді дейді? Ал Айару келе ғой. Ал енді қате санды оқи ғой, дұрыс емес. Тамаша, отыра ғой. Таяжан. Тамаша, өте жақсы, отыра ғой. Келесінің жауабын кім айтам дейді? Ал Сұлтан келе ғой. Барды ғой, тамаша, отыра ғой, өте жақсы. Енді келесі жұмысымыз топтық жұмыс болады. Әр топқа мынадай тапсырмалар беріледі. Міне тақтада көрініп тұр. Осыны оқып, әр топ жауабын айту керек. Бірінші топқа қарайсыңдар, аулада 7 шымшық отыр еді, оған тағы 5 қосылды. Бір мысық жайлап келіп, бір шымшықты ұстап алды. Сонда қанша шымшық қалды дейді, шығарасыңдар, иә? Екінші топ өздерің оқисыңдар. Үшінші топ мынау суреттердің орнына сандарды жазуымыз керек. Сонда сұрақтың орнында қандай сұрақ, сан тұру керек екенін табасыңдар. Түсінікті ғой балалар?
Аулада 7 шымшық отыр еді. Оған тағы да 5-еу қосылды. Бір мысық жайлап келіп, бір шымшықты ұстап алды. Сонда бір шымшық қалды. Себебі шымшықтар ұшып кетті. Дұрыс па балалар? Қалған ұшып кетеді ғой шошып, біреу ғана ұстап алған қалып қалады. Дұрыс қой. Тамаша, жақсы отыра ғой. Келесі, екінші топ. Кім келеді? Ал. Нәжеге, ойда сосын оқып тұршы келеді. Кірпілер алмаған аласып жатыр. Оларға көмектесуге тиын келді. Тиын әр кірпіге бір алмадан берсе, бір алма артылып қалады. Ал әр кірпіге 2 алмадан берсе, 2 алма жетпей қалады. Неше кірпі бар, неше алма бар? Жауабы 3 кірпі 4 алма. Дұрыс па балалар? Бір-бірден берсек, біреу жетпей қалады. 2 беремесек, 2 алма жетпей қалады. Тамаша, отыра ғой, өте жақсы. Үшінші топтан кел ғой, кім жауап беремін? Ал оқып шық. 9 кірпі орнына біз 7 қойдық. 7 қосу, 7 қосу, 7 тең 21. Ал алманың орнына 3 қойдық. 3-ті 3 рет көбейтсек? Көбейтсек 27 шығады. Тамаша. Сонда, ең соңында, сұрақтың орнында неше деген сан болады екен? 5 қосу 3 азайту 7 тең 1. Сонда сұрақтың орнында 1 деген сан болады екен. Өте жақсы отыра ғой. Мәди, сен жаңа дұрыс жақсы жауап бердің, саған міне 1 ұпай қосамын. Арманға да 1 ұпай қосамын. Ал балалар, ары қарай комбинаторика есептері туралы тест тапсырмалары бар. Қазір кезек-кезек келіп, міне бірнеше жауабы беріледі. Соның ішінен дұрыс жауапты таңдап көрсетесіңдер. Ал бірінші комбинаторика дегеніміз не? Қай жауап таңдаймыз? Ал Айнира, келе ғой. Қайсы жауап таңдадың? Заттарды, объектілерді, жиындарды және олардың арасындағы қатынастарды зерттейтін математиканың бір бөлігі. Белгілі көрсете ғой. Тамаша, өте жақсы. Дұрыс болды ғой, жақсы. Отыра ғой. Келесі сұрақ. Комбинаторлы есептер есепті қандай тәсілмен шығарады дейді. Шатастыру, ауыстыру, теңдеумен таңдап алу дейді. Қайсысы жауап болады? Санжар, келе ғой. Дұрыс па балалар? Жоқ. Ал кім шығады, кім шығып жауап берем дейді? Дастан, келе ғой. Жауабы? Дұрыс, өте жақсы. Келесі. Шешуі нешеу? Неше тәсілмен деген сұраққа жауап беруді қажет ететін есеп дейді. Ал Димаш, келе ғой. Дұрыс, өте жақсы, тамаша. Келесі сұрақ. Комбинаторика терминін енгізген кім? Аружан. Кім еді? Оқи ғой. Лейбниц, дұрыс айтады. Тамаша, өте жақсы. Келесі сұрақ. Комбинаторика латын тілінен аударғанда қандай мағынаны береді балалар? Аяқтаймын, демаламын, жалғастырамын, шектеймін. Қайсысы болады? Ясмин. Қайсысы болады? Жауабы? Көрейік, ал дұрыс па? Дұрыс, өте жақсы, тамаша. Келесі сұрақ. Егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, онда 1, 2, 3 цифрларын қанша 2 таңбалы сан құрастыруға болады? Саяжан, келе ғой. Қайсысы ғана? 6, 2, ал көрейік.
дұрыс екен, иә балалар, қайталанбайтын. Жақсы. Келесі. Әлияға математика, қазақ тілі және жаратылыстану сабақтарында үй тапсырмасын орындау керек. Кез келген ретпен дейді. Үй тапсырмасын орындау ретінің неше нұсқасы бар дейді. Ал. Кәні? Келем дейді. Ал Ислам келе қой. Дұрыс, иә? Келесі. Ал, осы есептерді біз қай сыныптан бастап шығарып жүрміз? Ал, Арман келе қой. Нешінші сыныптан бастап біз шығарып жүрміз? 4-ші сыныптан. Дұрыс екен, өте жақсы. Енді келесі сұрақ. Ал, комбинаторика терминін Лейбниц қай жылы енгізді дейді. Жігер келе қой. Бірінші қай жылы енгізілді? Дұрысқа көрейік. 1666 жылы деп айту керек. Жақсы, келесі сұрақ. Қараймыз, оқыңдар, иә балалар, егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, онда 1, 2, 3, 4, 5 сандарынан, цифрларынан қанша екі таңбалы сан құрастыруға болады дейді. Кім келеді? Ал, аяғын келе қой. Оспан аяғы. Нешеу айт біріш балаларға. 20 дейді, ал көрейік. Тамаша, өте жақсы. Димашқа 1 ұпай қосам дұрыс жауап берген үшін. Өте жақсы түсіндім десем, мынау басасын, тақырып бойынша ізденуің керек десем, мынау түсінбедім деген мынау басасына. Түсінікті ме? Кәні біріншіден бастайық. Димаш, құр алманың үстін басасың. Одан, келесі. Ағамге келе бер, Айнира келе бер. Ақын басында, жайған тұрмалар. Я, ақын басында, жайған. Вот, молодец, келе бер. Мәди, Арман. Кәні, анжақтан қыздар, Ясмин қазір келеді. Ақын. Проблема чувствительная, охранный. Жақсы. Ясмин келе ғой. Келесі. Санжар. Арған баспайсыңдар ма? Жақсы түсіндірді ма? Ой, молодец. Келесі кәні. Ал, Аяру, Оспан. Саяжан келе ғой. Тез. Балалар, үйге оқулықтарыңа қараңдар. 80-ші беттегі нөмір 10-ды аласыңдар. 10-шы есеп шығарып келсең. Бұл да таңдап алу тәсіліне байланысты. Қызыл сары, қызыл күлгін гүлдерден гүл шоқ жасау керек. Соның неше нұсқасы бар екен жасып келемін. Түсінікті ғой?